Қайырлы күн достар, бүгін өте оңай жасалатын жұмыртқасыз печеньенің рецептісімен бөлісемін. Ол үшін бізге ерітілген кішкене сары май керек, кішкене жібітілген жұмсақтау. Сосын үстіне ұн салып, вилкамен кішкене терететеміз. Содан кейін разрыхлитель қосамыз. Бір чайный ложкадай разрыхлитель қосамыз. Содан кейін секер қосамыз. Барлығын араластырып, қамыр жасаймыз, жұмсақ қамыр. Осылай барлығын терететіп, қамыр жасаймыз. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ең астында жазылған менің каналыма тіркеліп кетіңіздер.